Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымыз радиоактивті және қауіпті химиялық заттармен зақымданған жерлерді қауіпсіздік талаптары. Барлық жұмыстарды жеке қорғаныс құралдары орындау керек. Жарылыс жұмыстарын жүргізуге қатысушылар үздіксіз радиациялық және химиялық барлау жүргізіп отыру керек және жеке құрамдық бөлімшенің сәуле алу дозасын тексеріп отыру керек. Жерге жаппау және отырмау керек. Бөгде заттарды қолға алмау керек, түртпеу керек. Зақымдаған учаскені ішуге және тамақтану ішуге болмайды. Жанғыш денеге зақымдалған қолмен қорғаныс қолғаптармен тиісуге болмайды. Құдықтарды жұлып алу кезінде зақымдалған топырақ қабатын атқарғыш шашыратпай алып тастап жел жаққа лақтыру керек. Одан соң жұмысты басқаратын басшының нұсқауымен тәртіппен жалғастыру керек. Жарылыс заттар, құралдардың және басқа да мүліктердің қоймасы зақымданған ауданға тыс жерлерге орналастырылады. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.